Егер мен сізге бір шындықты айтсам ше, жақындарым. Көп адам ойлайтындай, ең күшті ләззат дәл сол сәттің өзінде емес екен. Ең күшті толқын одан әлде қайда бұрын басталады. Кездесуге дейін, қол ұстасуға дейін, тіпті хабарлама жазған сәттен басталады. Сіздің миыңыз бір нәрсені күткен кезде, қазір болады деген сезім пайда болған кезде, дофамин деп аталатын қуат гормонын көбірек бөледі. Яғни күту кейде алудың өзінен де тәтті. Мысалы, демалысқа шығардан бір апта бұрынғы сезімді есіңізге түсіріңізші. Чемодан жинап, жоспар құрып, күн санап жүрген кез. Сол күндердің өзі қандай әсерледі, солай ма? Немесе кешке сүйікті адамыңызбен кездесу бар екенін біліп, күні бойы іштей толқып жүрген сәтіңіз болды ма? Міне, нағыз күш сол жерде. Ал көп адам не істейді? Бірден, қалай жақсырақ болу керек, қандай техника қолдану керек деп ойланады. Ал шын мәнінде ең қалаулы, ең тартымды адамдар басқаша ойлайды. Олар ойынды әлде қайда ерте бастайды. Таңертең бір ғана жұмбақ, жылы хабарлама, күтпеген комплимент. Бүгін кешке сені бір нәрсе күтіп тұр деген бір сөйлем. Бар болған осы. Бірақ сол бір сөйлем серіктестің миын күні бойы сізге байлап қояды. Сіз жай ғана кездесуді жоспарламайсыз. Сіз сценарий құрасыз, кернеу жасайсыз, күтуді оятасыз. Сіз оның миын өзіңізге жұмыс етесіз. Міне, бірінші әдет күтудің сәулетшісі болу. Бірақ тыңдаңыз, қалауды ояту жарты жол ғана. Көп адам дәл осы жерде қателеседі. Бәрі біткен соң не істейді? Бірі телефонға үңіледі, бірі теріс қара жатып қалады. Ал дәл сол сәт ең маңызды сәт. Ғалымдар ұзақ уақыт зерттеген. Интимдік сәттен кейінгі алғашқы 30-дан 60 минутқа дейінгі уақыт қарым-қатынастың болашағын анықтайды. Неге? Себебі сол кезде мида окситоцин бөлінеді. Бұл байланыс гормоны. Жақындық, сенім, жылулық гормоны. Егер сол сәтте сіз құшақтап жатсаңыз, жай ғана үнсіз бірге жатсаңыз, көзге қарап сөйлессеңіз, ми бұл тәжірибені қауіпсіз, жылы, осы адаммен жақсы деп береді. Келесі жолы ми өзі сол адамды қайта іздейді. Ал егер бәрі аяқталған соң суықтық болса, үнсіздік болса, телефон болса, ми оны да есіне сақтайды. Сондықтан қарапайым нәрсе жасаңыз. 10-нан 15 минут қана. Құшақтау, шынайы сөз. Сенің жаныңда өзімді жақсы сезінемін деген бір ауыз сөйлем. Осындай қарапайым нәрселер қарым-қатынасты айлар бойы нығайтады. Жақындарым, көп адам күшті болудың жолын сырттан іздейді. Ал шын күш психологияда, мида, назарда. Егер осы айтылғандар сізге ой салса, егер өзіңізді немесе қарым-қатынасыңызды көріп отырсаңыз, демек бұл видео бекер емес. Себебі көп адам бұл туралы мүлде ойланбайды. Ал сіз ойлап отырсыз. Сіз жай көрермен емессіз. Сіз тереңдік іздейтін адамсыз. Сондықтан осы арнаны қолдаңыз. Каналға тіркеліңіз. Алда біз қарым-қатынасты, тартымдылықты, психологияны, шынайы, ашық күймен талқылаймыз. Сыртқы жылтыр кеңестер емес, миға, сезімге, шынайы өмірге жұмыс істейтін нәрселерді айтамыз. Егер сіз де жай ғана қалай болса солай өмір сүргіңіз келмесе, егер қарым-қатынасыңыз ерекше, терең, шынайы болғанын қаласаңыз, бізбен бірге болыңыз. Себебі мұндай білімді білетіндер аз, ал оны қолданатындар тіпті аз. Ал сіз сол аздардың қатарында бола аласыз. Жақындарым, қазір айтайын деген нәрсе көп адам мүлде түсінбейтін, бірақ қарым-қатынастың тағдырын шешетін дүние. Көпшілік ойлайды, қалай құштарлықты күшейтемін, не істесем әсерлі болады деп. Бірақ шын мәселе мүлде басқа жерде. Қарапайым тілмен айтсам, сіздің қалауыңыз машина сияқты. Оның екі педалі бар. Бірі газ, екіншісі тежегіш. Газ дегеніміз не? Комплимент, әдемі иіс, ыстық сөз, әдемі киім, жақындық. Ал тежегіш ше? Стресс, шаршау, ертең жұмыс бар деген ой, мен семіріп кеттім бе деген сенімсіздік, үйдегі проблема, телефондағы хаттар. Енді ойланып көріңізші, көп адам не істейді? Газды барынша басады, романтика жасайды, музыка қосады. Бірақ тежегіштің толық басылып тұрғанын байқамайды.
Егер адамның ішінде стресс тұрса, шаршау тұрса, қорқыныш тұрса, сіз қанша тырыссаңыз да нәтиже болмайды. Сондықтан есінен тандыратын, есте қалатын серіктес ең алдымен газды емес, тежегішті шешеді. Ол сен не қалайсың деп сұрамайды. Ол қазір саған не кедергі болып тұр деп сұрайды. Мысалы, сен шаршап тұрған сияқтысың, сөйлескің келе ме? Жарықты азайтайын ба? Телефонды өшіріп қояйық па? Сені бір нәрсе мазалап тұр ма? Кейде бір жылы сөз, бір құшақ, бір қауіпсіз атмосфера кез келген техникадан 1000 есе күшті. Енді екінші үлкен қате туралы айтайын. Уақыт өте келе бәрі әдетке айналады. Бір бөлме, бір сценарий, бір уақыт, бірдей әрекеттер. Ал ми не істейді? Жалғады. Бұл қалыпты. Себебі біздің миымыз жаңалықты жақсы көреді. Жаңалық болса, дофамин қайта жанады. Қызығушылық оянады. Бірақ бұл жаңа адам керек деген сөз емес. Бұл жаңа сценарий керек деген сөз. Мысалы, жатын бөлмеде емес, басқа бөлмеде болу. Басқа музыка қосу. Кездесуді үйде емес, басқа жерде ұйымдастыру. Кішкентай рөлдік ойын. Айына бір рет бүгін жаңа нәрсе байқап көреміз деген ереже енгізу. Ұсақ нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ми үшін бұл жаңа әлем. Ал енді ең терең жеріне келдік. Көп адам ішінде ренжіп жүреді. Ол өзі түсінуі керек еді дейді. Егер жақсы көрсе, өзі біледі дейді. Жоқ, бұл балалық ой. Нағыз жақындық ашықтықтан туады. Бірақ талаппен емес, шынайылықпен. Мысалы, саған ұнай ма? Бұл жабық сұрақ. Адам жай ғана «иә» деп құтыла салады. Ал мен осылай істегенде сен не сезіп тұрсың? Бұл терең сұрақ. Мұнаны жаса деудің орнына, қазір мен сенімен осындай сәтті елестетіп тұрмын деп айту. Өзіңнің қалауыңды айту әлсіздік емес. Бұл сенім. Сіз өз ішкі әлеміңізді ашқанда, серіктесіңіз сізді жаңа қырынан көреді. Ол сізге жай адам емес, шынайы тұлға ретінде қарай бастайды. Міне, дәл осы жерде байланыс күшейеді. Жақындарым, енді ең мықты, ең взрыв жасайтын әдетке келдік. Бұл жай кеңес емес. Бұл қарым-қатынасты басқа деңгейге шығаратын нәрсе. Көп адам ойлайды, қалай әсерлі болам, қалай ұмытылмас сәт жасаймын деп. Бірақ шындықты айтайын ба? Сіздер 90% жағдайда өз жүйке жүйелеріңізді мүлде дайындамайсыздар. Адамдардың көбі жақындыққа қалай келеді? Күні бойы стресс, жұмыс, проблема, телефон, ашулану, шаршау, сосын бірден романтика күтеді. Бұл мүмкін емес. Сіздің денеңіз әлі де соғыс немесе қашу режимінде тұрғанда, ол толық ләззат ала алмайды. Қарапайым тілмен айтсам, біздің денеде 2 режим бар. Бірі қауіп режимі, екіншісі босаңсу режимі. Егер сіздің миыңыз әлі де проблема ойлап тұрса, ол қауіп режимінде. Ал ләззат тек босаңсыған кезде келеді. Сондықтан жетілген адамдар не істейді? Олар бірден әрекетке көшпейді. Олар алдымен тыныс алады. Иә, дәл солай, тыныс. Күлмеңіз, бұл өте күшті құрал. Қарапайым мысал. Екеуіміз бірге отырсыздар. Телефонды шетке қойдыңыздар. 5 минут қана. Мұрын арқылы баяу дем аласыз. 4-ке дейін санайсыз. Сосын ауыз арқылы 6-ға дейін санап дем шығарасыз. Екеуіміз бір ритмде. Бірнеше минуттан кейін дене босаңсиды, ұйық түседі, жүрек соғысы баяулайды, көзқарас жұмсарады. Сол сәтте байланыс пайда болады. Себебі сіз тек денемен емес, жүйке жүйесімен қосыласыз. Көп адам мұны білмейді. Сол үшін олардың сәттері үстірт өтеді. Ал сіз басқаша жасай аласыз. Сіз өз жүйке жүйеңізді дайындап, ләззатты бірнеше есе күшейте аласыз. Жақындарым, көріп отырсыздар ма? Бұл жерде ешқандай күрделі техника жоқ. Бұл психология, бұл назар, бұл ми химиясы. Бірінші, күтуді ояту. Екінші, кейінгі жылулықты сақтау. Үшінші, қауіпсіз орта жасау. Төртінші, жаңалық енгізу. Бесінші, ашық сөйлесу. Ал алтыншы, денені дұрыс күйге көшіру. Ертең-ақ біреуін байқап көріңізші. Мысалы, серіктесімізге күтпеген, жұмбақ, жылы хабарлама жіберіңіз. Бүгін кешке сен туралы ойым бар
деген бір сөйлем жеткілікті. Сосын бақылаңыз. Көзқарасы қалай өзгереді? Дауысы қалай жұмсарады? Қалай сізге тартыла бастайды? Бұл дофамин ілмегі. Ал енді шын айтайын. Егер сіз осы жерге дейін оқып отырсаңыз, демек сіз жай қызық үшін кірген адам емессіз. Сіз терең түсінгіңіз келеді. Сіз бәрі сияқты болғыңыз келмейді. Ал ондай адамдар аз. Сондықтан бұл арна сіз сияқты адамдар үшін. Біз мұнда жай кеңес бермейміз. Біз қарым-қатынасты, тартымдылықты, психологияны шынайы түрде талдаймыз. Ашық айтамыз. Айналдырмай айтамыз. Егер өзімізді күшейткіңіз келсе, егер қарым-қатынасыңыз сапалы болғанын қаласаңыз, егер адамды тек әрекетпен емес, санамен де баурағыңыз келсе, каналға тіркеліңіз. Себебі келесі тақырыптар одан да терең болады. Ал бұл білімді білетіндер аз, қолданатындар одан да аз. Сіз қай топта боласыз, соны өзіңіз шешесіз. Бізбен бірге болыңыз.